Алгебралық бөлшектерді көбейту және бөлу. Бірнеше тапсырмаларды талдаймыз сіздермен бірге. А куб бөлу 4b квадрат көбейтеміз 6b бөлу а квадрат. Алгебралық бөлшектерді көбейткен кезде кәдімгі жай бөлшектерді бір-біріне қалай көбейтеміз, бұл жерде де дәл солай көбейтіледі. Яғни алымына көбейтеміз, бөліміне көбейтеміз. Егер де қысқаратын өрнектер болса, алым мен бөлімінде, онда оны алдын ала қысқартып тастаған дұрыс. Мысалға, мына а куб пен а квадрат екеуі бір қысқарады. А квадратқа қысқарады. А кубта а квадратқа бөлсек, аның өзі қалады. А квадратқа бөлсек 1. Дәл солай, мына б квадрат пен б-ны қысқартуға болады. Мына жақта б квадраттың орнында б қалады. Және де мына 6 және 4 деген сандар, бұлар екеуі де 2-ге қысқарады. Яғни 6-ны 2-ге бөлсек 3 болады. 4-ті 2-ге бөлсек 2. Сонымен қалған өрнектер алымында 3а, бөлімінде 2b. Міне осылай көбейтеді екенбіз. Келесі тапсырмада мына y пен y квадрат қана қысқарады бұл жерде. Сондықтан оны қысқартырып жазып алайық. Мына жақта y қалады. Ал енді бірінші бөлшектің алымын көбейткіштерге жіктейік, яғни x-ті жақшаның сыртына шығаруға болады екен. y плюс 2 қалады. Көбейту, мына жақта x, y қалды, соларды жазамыз. Бөлімінде y квадрат минус 2-нің квадраты. Қысқаша көбейту формасын қолданамыз. y минус 2, y плюс 2. Тең, y плюс 2 мен y плюс 2-ні қысқартырып жіберуге болады. Сонда қалған өрнектер x көбейту y. Бұл жерде мына x пен x екеуі бір-біріне көбейтсек, x квадрат болады. Ал бөлімінде y минус 2. Келесі тапсырмалар бізде бөлу. Бөлген кезде оқушылар бірінші бөлшектің өзін көшіріп жазып аламыз. 7а квадрат бөлімінде b квадрат. Бөлуді міндетті түрде көбейтуге айналдыруымыз керек. Көбейткен кезде екінші тұрған бөлшекті төңкеріп жазамыз, аударып бөлімін алымына жазамыз, ал алымын бөліміне жазамыз. b квадрат пен b қысқарады, мына жақта b-ның өзі қалады. А квадрат пен а қысқарып, мына жерде а қалады. Және 7, 14 екеуі де 7-ге қысқарады. Астында 2 қалады, жоғарыда 1. Қалған өрнектерді жазамыз. Мына жақта 1а, яғни аны жазамыз, 1-ді жазу керек емес, коэффициент. Бөлімінде b көбейту 2. Бірінші коэффициент, сосын айнымалы жазылады. Келесі тапсырмада бірінші бөлшегімізді көшіріп жазайық. 4x квадрат азайту 25y квадрат бөлімінде x куб плюс 8 көбейту. Екінші бөлшекті аударып жазамыз, оған кері бөлшекті жазамыз. x квадрат минус 2x плюс 4 бөлімінде 2x плюс 5y тең. Енді көбейткіштерге жіктеуіміз керек. Бірінші бөлшектің алымы, бұл 4 деген бұл 2-нің квадраты ғой. Сонда 2x деп шақшаға алып квадрат минус 5y-тің квадраты деп жазуға болады. Сол кезде а квадрат минус b квадрат формасын қолдансақ болады. А дегеніміз бұл 2x, b деген 5y. 2x минус 5y 2x плюс 5y. Бөлімінде 8 бұл 2-нің кубы болғандықтан а куб плюс b куб формуласын қолданайық.
x плюс 2 келесі жақшада x квадрат минус 2x плюс 4 көбейту. Екінші бөлшекті көбейткіштерге жіктей алмаймыз, сондықтан қалай тұр солай көшіріп жазайық. Бөлімінде 2x плюс 5y. Ал енді қысқартуға болады. 2x плюс 5y пен бөлімі қысқарады. Екінші бөліміндегі екінші жақша толығымен алымы қысқарады. Сонда жауабы 2x минус 5y x плюс 2. Мына тапсырмалар сіздерге арналған, шығарып көріңіздер оқушылар. Каналымызға міндетті түрде тіркеліп қолдап кетсеңіздер, амандықта жүздескенше.